Арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге көктемгі өте керемет осындай көк самсаның жасалуды жолын көрсететін боламын. Видеом соңына дейін көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай және дәмді болып шығатын болады. Неке осындай керемет самсаларымыз, яғни бізде көктемде ғана жасалатын витаминге толы болып келеді. Ең алдыменен бізге жылы су қажет болады. Жылы суға 1 шай қасықтағы тұзымызды салып, ерігенше араластырып аламыз. Оны ыдысымызға құйып, оның үстінен еріген сары майды құятын боламыз. Және де керегінше ұнды салып отырып, жақсылап орташа жұмсақтықтағы қамырымызды илеп дайындап аламыз. Описание бөліміне қажет заттардың мөлшерлерін барлығын жазып кететін боламын. Сол жақтан қарап жасасаңыздар болады. Міндетті түрде көктемде жасап көруге кеңес беремін, өйткені ішіндегі салмасы өте пайдалы болып келеді ағзамызға, витаминге толы. Сол үшін міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді қолымызбенен осылай жақсылап қамырымызды біріктіріп, бір зуала етіп, қамырымызды әдемілеп дайындап аламыз. Қамырымызды мінекей дайындап алдық. Енді оны целлофанға салып, ішіндегі салмасын дайындап алғанша тындырып біразге қалдыратын боламыз. Ішінде мендегі осындай сымалақ деп айтылады. Әр жерде әртүрлі болуы мүмкін. Сымалақ және де шпинат қоссаңыздар болады. Жалбыз, жаңағы жабай жалбыз деп айтылады. Арық бойларында өсетін, қалада сатылады. Ол көптеген дүкендерден сатып алсаңыздар болады. Шпинаттан және рукколадан ғана жасасаңыздар да болады. Неке енді оны жақсылап майдалап турап алатын боламыз. Неке турап дайындап алдық. Енді барлығын бір ыдысымызға салып, және де мен 2 пиязды қолдандым. 2 пиязымызды жақсылап турап, қатты ірі етіп жібермей турайсыздар, және де оны көп деу етіп майға қуырып аламыз. Шөбімізді майдалап турағандықтан пиязды да кішкене осылай майдалап жіберіп қуырғанымыз дұрыс болады. Енді менде мына жерде құйрық, оны теркадан өткізіп саламын. Арасына кішкене ғана аздап салдым. Егерде қаласаңыздар, жаңағы турап салсаңыздар да болады. Менде осылай теркадан өткізсеңіздер, еріп кететін болады, яғни білінбей балдарға да бергенде жегенге өте жақсы. Неке пиязымызды қуырып болдық. Енді оның үстінен тұзымызды саламыз, және де қара бұршымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Пиязымыздың майын көптеу қойғандарыңыз дұрыс. Яғни құйрық май міндетті түрде емес, сұйық майды құйып қолдансаңыздар да болады. Неке осылай бір келкет дайындап аламыз. Майлы, осындай әдемі салмасы дайын болады. Қамырымыз тынып дайын тұр. Енді қамырымызды орташа қалыңдықта жайып алатын боламыз. Қамырымызды орташа қалыңдықта жайып аламыз, яғни манты сияқты кесетінде боламыз. Манты сияқты кесеміз. Қалыңдығын видеода көріп тұрғандарыңыздай кәдімгі манты дайындаймыз. Содан сәл ғана қалыңдау болуы қажет. Енді оларды дәл манты кескендей етіп, көлемнің сәл ғана кішкене үлкендеу етіп алып, кесіп алатын боламыз. Және де 4 бұрышты болып түйіледі ғой, сол үшін соның көлемінде келтіріп алатын боламыз. Қамырларымызды ашып, 4 бұрышты етіп кесеміз қамырымызды. Видеомды көре отырып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мен каналымнан көптеген рецепттерді таба алатын боласыздар. Және де өте пайдалы барлық рецепттерді табасыздар. Неке қамырларымызды осылай кесіп аламыз, және де оның үстіне салмамызды салып, азғантай мөлшерде салып отырып, оны жайып жіберіп пісіреміз. Неке салмаларымызды салдық.
құйрықты көбірек салсаңыздар да өте әдемі болып шығады. Менде сұйық майдан да құйдым. Жаңағы пияздағы сұйық май да бар, сол себепті осындай майлы әдемі салма болады. Түйілу жолын көрсетейін. 4 бұрышын біз бір-біріне біріктіріп аламыз, және де асты ашылып қалмауын қараңыздар. Сосын 4 бұрыштарын осылай қайырып қоямыз. Өте оңай, қалыңдығы да осындай мөлшерде болса жеткілікті. Өте дәмді болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнап жатқан болса, ұнаған болса, достарыңызбенен бөлісіп қойсаңыздар да болады. Мінекей осындай самсалар дайын болып шығады. Өте керемет, дәмдері де, түрі де керемет болып шығады. Мінекей осылай противенге пісіруге жібереміз. Ешқандай бетіне жұмыртқа жақпайсыздар, дәл осылай пісіреміз. Пісіп шыққан соң бетіне сары майды ыстық кезінде осылай жағып шықсаңыздар жеткілікті. 200 градуста 25-30 минуттың аралығында пісіп шығады. Өте оңай, жұқа болғандықтан. Ал баршаңызға ас болсын. Видео ұнаған болса лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.